Assalamualaikum құрметті көрермендер. Бүгін мен үйдегі мыс темірлерін көрсететін боламын. Даланың ауа райының өзгеруіне байланысты темірге шықпай кеттім. Бізде текелде қар. Бүгін кішкене еріді, әйтпесе қар жатқан кешеден бері. Көз бұйыртса мына жерде темірге баратын киімдерім. Мынандай блок питания. Үйде бұларды шашу керек. Жеке видео болады шашылған. Және мынандай ескі радио СССР кезіндегі магниттарын алып алып. Мына жақта не жатыр тағы? Алюмин, сақтүйек темір, металлоискатель. Осы жерде менің заттарым бар. Мед копилкам, және ауылда тағы бар. Мына салафан толған медный кабельді. Көріп отырсаңыздар, мына салафан бәрі медный кабельдер ішінде. Бұларды аршып немесе өртеу керек. Мына алюмин. Бұларды аршу керек. Медный кабельдер бар. Ауылда осындай бір пакет ашылмағандар меттер. Ана өртенген проводтар. Телефонный. Ну, интернет кабельдерінен шыққан провод. Ну, бар. Алюминий банка жалғыстым. Темірлер мынандай. Мына жақта біраз меттер бар, мұны ашылмаған. Әкеп бәрін осында тастап атым. Мына мен жаңағы интернет кабель UTP. Чугунның қалдығы. Мына жақта аздаған темірлер бар, есік алдынан жиналған. Дуордың алдындағы темірлер мен бар. Дуордан табылған. Шина дейді ғой, компьютердің шлифт. Оның ішінде де мыс бар. Металл кезет арнасынан көрсеңіздер болады. Шлифтардан мыс алу деген видеосы бар. Мынандай темір мына жерде бар. Мен телефонный провод. Жіңішке мет. Мұнда да біраз меттер бар екен аздаған. Есіктің ручкасы. Темір ме, қорғасын ба? Түсініксіз. Магнитпен тексеріп көру керек. Осындай темірлер. Мусордан табылған, жұмыс жақтан табылған темірлер. Бұйыртса күн жылыса тағы темірге шығатын боламыз. Металлоискательмен. Видеоны лайк басып, арнаға жазылып, комментария қалдырып кетіңіздер. Сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше дейміз. Сау саламатта болыңыздар.